Әбілмансұр Әбділхайыр, Иван Землянский, Ақтөбе Open. Е4 С5 Сицилиан қорғанысы, ат F3 D6, D4 CD, ат D4 ат F6, ат C3 A6, Мигель Найдеров варианты. Тура Ж1. Бұл енді тарыш ережесі, ауыр фигурлар артынан орналасқан нота, және Ж4, Ж5 деген әрекетті жүзеге асыру. Ж H5 мүмкіндік бермейді. Піл Ж5 бұл енді Всеволод Раузер деген мықты шахматшы болған, соның шабуылына ұқсап тұр. Б5 А3, мына Б4-тегі торды бақылауға алу. Піл Б7 және уәзір Д2. Алсаң ал деп тұрғын, мынаны алсаң, мен аламын, сен аласың деген сияқты арғай өзіміздің ойынымызды жалғастырамыз деп айтып отыр. Бірақ алған жоқ, ат Б Д7, рокировка, былай және F3, мынаны қорғаймыз. Қорғаймыз, қорғамасақ болмайды. Піл Е7 және піл Е2, енді барлық фигураларды іске қосуға тырысу керек. Тура С8, енді С жолы өте маңызды Сицилиан қорғанысында. Патша Б1 ең қауіпсіз жерлердің бірі. Жалпы ақ патша үшін ат Б6 және тура Е1, рокировка және H3. Бәрібір Ж4 деген әрекетті жүзеге асыру. H4 әрине мынаны алуға болмайды. Алатын болсаңыздар ат деген негізгі орталыққа келеді, мынаны алып қояды. Егерде былай алатын болсаңыздар, онда ат D2 шах болады. Егерде былай алатын болсаңыздар, онда піл H4 деп алып қояды. Уәзір Е3. Ат Ф5, енді мына жерге шабуыл жасау, мына жерге шабуыл жасау және мына жерге шабуыл жасау. Алдық. Піл Ж5 және F4, бәрібір біз деген ештеңеден қорқып тұрған жоқпыз. Піл H6 және ат F5 бұл Сицилиан қорғанысында мына атты D5-ке орналастыру, бұл Ефим Петрович Геллерден келе жатқан мәдениет, ал ат F5 бұл енді Каспаровтың сүйікті жүрістерінің бірі. Алдық және Ж4, бұл енді бәрібір мына пілді қолға түсірудің амалы, Ж5 деген әрекетті жүзеге асыру және өткелде алу ережесі. Енді осының арқасында Ж жолы ашылады деген ойдамын. 0-0-3. Ақтардың да қаралардың да ешқандай басымдығы жоқ. Алдық, ат шеге алдық және тура Ж1, енді мына жерге шабуыл жасаудың амалы. Патша H7, тура Ж3, алдық және уәзір Д4. Мына жерге мат қойғымыз кеп тұр. Мына жерге әдемілеп тұрып мат қойғымыз кеп тұр. Тура Ж8, екінші тураны дайындадық, алдық және F6. F6 бұл жүрістің ең басты мақсаты мына жолды жабу. Піл Ж4, енді мына жерге шабуыл жасау, мына жерге шабуыл жасау және мына жерге де шабуыл жасаудың амалы. Міне осы жерде Иван Землянский Ресей Федерациясының ең жас гроссмейстері. Жалпы бұрын соңды бұндай деңгейде гроссмейстерлер болған жоқ. Піл Е6 және уәзір Е7 тағы бір қателік. Қараңыздар, 4-39 болып кетті. Мысалы, мына жерде 3-19 болатын болса, ал мынадан кейін уәзір Е7-ден кейін жағдай деген 4-39 болды. Уәзір Ж1, енді батареямыз құрдық. Бұлай кірудің амалы, мүмкін піл Ж8 деген әртүрлі амалдарды қарастыру. Ат D7 тағы бір өрескел қате, енді 10 жүрісте мат. Бұл жерде енді F5, бұлай, міне осындай вариантты келтіріп тұр жасанды интеллект немесе Stockfish бағдарламасы. Бірақ өкініштақ біздің отандасымыз Әбілмансұр Әбділхайыр бұл жүрістерді тапқан жоқ. Піл Ж8 шах 0-0-0. Ақтардың да қаралардың да басымдығы жоқ. Патша H8, піл Б3, қайтадан енді бай. Уәзір тура Ж8 шах, патша былай және уәзір Ж6 мат дегенді. Және осы жерде Иван Землянский қателесті. Тағы бір рет қателесті, тура Ж5. Басқа мүмкіндік патша H7 деген мүмкіндік бар еді. Тең ойын, енді басқа амал жоқ, енді піл шах, қайттан қайтып келесің деген сияқты. Бірақ былай жүрді, енді алдық және H4 бәрібір Ж жолын ашудың амалы. Ат негізгі орталыққа келді, 6-0-8 алдық, ат F3, енді әдемі көрінеді, бірақ ешқандай пайда жоқ. Уәзір H1, былай, тура H3, D2 шах, былай, алдық, енді жалғыз патша, оған тура шабуыл жасайды, оған мына уәзір шабуыл жасайды, және мына сарбазда бар.
қорғануға мүмкіндік жоқ. Пілді 5 шах. Келдік, енді вәзір Е8 деген әрекет жасау. Піл F7, вәзір H3, вәзір C8 деген амал. Вәзір былай, шах, осымен ойын аяқталды. Себебі әрине қаралардың жағдайы өте қиын. Құттықтаймын Әбілмансұр Әбділхайырды.